Жастардың кәсіпкерлік жолға жасаған алғашқы қадамдарына қанат бітіретін сайыстардың бірі стартап жыл идеясы. Жыл сайын өткізілетін қалалық сайысқа бұл жолы бас аяғы 27 өтінім келіп түскен. Айта кетейік, маңыздылығы айқын шараны өткізу мен ұйымдастыру жастар бастамаларын дамыту орталығының құзыретінде. Жастар жылы болғандықтан жастардың кәсіпкерлігін дамытуға мемлекет тарапынан үлкен қолдау жүктеме алынып жатыр. Сол себепті біз осындай қалалық конкурс ұйымдастырып жатырмыз. Бұл конкурсқа жалпы алғанда мектеп, студент және жұмысшы жастар арасынан 30 шақты жобалар ұсынылып отыр. Және де ауыл жастары да қатысуда. Осы жобалардың барлығының мақсаты алдағы болашақта өз жобаларын, бизнесін қаламызда ашып, ары қарай дамыту. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, жұмыспен қамту орталығы мен кәсіпкерлік бөлімі өкілдері қазылық еткен сайыста сан түрлі бағыттағы жобалар таныстырылды. Арасында шаһарымызда картинг клуб ашу мен велотуризмді дамыту сынды кезінде қала әкімінің алдында арнайы таныстырылған жобалар да болды. Ал Богатырь көмір кенішінде еңбек ететін белсенді жастардың бірі өз жобасын екібастұздықтардың денсаулығын жақсарту бағытына арнапты. Мой проект называется «Создание». Менің жобам екібастұздықтардың үйлерін таза ауамен қамтамасыз ететін арнайы өсімдіктер тәлімбағын ашу деп аталады. Біздің қаламыз атмосфералық жағынан ластанған қала деп айтуға болады. Ауаға шығатын қалдықтар адам денсаулығына зиян ғой. Жалпы Қазақстан ауаның ластануы жағынан 27-ші орында екен. Бұл тізімде болмағанымыз жақсы еді әрине. Осы себепті жобамды осы тақырыпқа арнадым. Биыл ғана бастадым. Қазір жеткізуші кәсіпорындарды іздестіріп отандық тәлімбақтармен келіссөздер жүргізудемін. Қала және ауылдың жұмысшы жастарының жобаларынан бөлек Қайнар кешеніндегі бизнес-инкубатор курсанттарының көкейдегі идеялары да таңдалды. Мәселен, зерделік қос оқушы Альмира Жұмаділова мен Зарина Манаповалар түннің қараңғы бөлігінде орын алатын жол апаттары мен адам өлімінің санын азайту мақсатында киім-кешектерін арнайы жарық шағылыстырғыш ленталар мен сәндеу жобасын ортаға салып, көптің қошеметіне ие болды. Сондай-ақ қос оқушы жобаларын бастан аяқ 3 тілде, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде еркін таныстырды. Айта кетейік, бүгінде стартап жобалар мемлекет тарапынан мықты қолдау табатыны соншалық, оның иелеріне қайтарымсыз несие берілуде. Жыл басынан бері 10-ға жуық жоба қаржыландырылып үлгеріліпті. В этом году, в 2019 году, Өткен жылы еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша өңірімізде барлығы 45 жобаны әрбір иесі 240.500 теңге көлемінде қайырымсыз грант алды. Ал биыл грант құны артып отыр. Жыл басынан бері 10 қатысушы 252.000 теңге көлемінде грант еншіледі. Олардың арасында қазақи үстел өндіруге қажетті станок сатып алу, киім тігуге арналған іс машиналары, сұлулық салондарын ашу сынды идеялар болды. Бүгін міне сайысқа қатысып отырған жастар да бізге келіп кеңес ала алады. Қазылар шешімі бойынша Әділ Нұртаев пен Федор Майер ұсынған батут парк ашу жобасы бәрінен де үздік атанып, бірінші орынды еншіледі. Ал көлік жүргізу мен жылдамдықты жаны сүйетіндер үшін картинг клуб ашуды қолға алуды ойластырып жүрген жерлесіміз Мейіржан Мұхаммед Рақым 2-ші орынға тұрақтады. Қос үштікті жарық шағылыстырғыш ленталарды ойлап тапқан зерделік оқушылар Альмира Жұмаділова мен Зарина Манапова және STEM клуб ашу идеясын ортаға салған Ерназар Якуповтар тәмамдады. Үздік жоба иесі жыл соңында облыстық жас кәсіпкерлер сайысында бақ сынасатын болады. Дәрия Досмағанбетова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.